Ауылдың дәмі ғой, өзіңіздің дүниеге келген, ауасын жұтқан, топырағын басқан, сосын сізді мерекеңізбен құттықтап келдік. Ырғыздықтар ауылдың дәмін әкеліп құттықтау хатын табыстады. Ал аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімнің бастығы соғыс кезіндегі жауынгер асханасын ардагердің есіне түсірді. Ұлы Отан соғысының жеңісінің 72 жылдығына орай Садуақас атамызды арнайы құттықтап келіп отырып, аудан әкімшілігімен қосылып, атамызға зор денсаулық, Құдай қаласа жеңістің 100 жылдығын тойлай берейік ата. Деніңіз сау болсын, немере шөбереңіздің қолыңызда май жеңіз. Адамзат тарихындағы ең алапат соғыс майдангер Садуақас Сәрсенбаевтың әлі күнге есінде. Ол 1944 жылы әскерге алынып, Балтық-Ленинград майданына қатысады. Қария Кенигсбергті алған үшін, Германияны жеңген үшін, еңбек ардагері және бірнеше мерекелік медальдармен марапатталған. Ардагер қан майданның алдыңғы шебінде, кеңес өкіметінің кезіндегі бейбіт парадтарды да, одан берде жеңістің 70 жылдығына орай Астанада өткен парадты да көрді. Елге оралған соң аудандық газетте, партия комитетінде жұмыс істеді. Бүгінде 5 баласынан 13 немере, 7 шөбере сүйді. Түрлі басылымдарды оқып, ел жаңалықтарынан хабардар болып отырады. Мен жеңісті мына Эстония жерінде қарсы алдық. Чекалыпта Сахмара деген жерде бізді дайындады. Сонан алып барып осы мына Каунастан түсіріп, сол кезде Кенигсбергті Калининградқа енді. Соны алу жорықтары жүріп жатты. Айтып өтейік, Ырғыз ауданынан майданға 3500 адам аттанған, оның 1000-жарымы елге оралмады. Жеңісті жақындатқан ардагерлерге қандай құрмет көрсетілсе де лайықты дейді ырғыздықтар. Жұлдыз Алмасқызы, Руслан Елтаев, Қазақстан, Ақтөбе.